Тыңдалым. 7 сынып. 1 сабақ. Мәтінді тыңда. Қазақстанның болашағы бүгінгі жас ұрпақ бізбіз. Біз тәуелсіз, егеменді елде тұрамыз. Бұл тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Оны болашақ ұрпаққа сақтап жеткізу біздің міндетіміз. Қазақстан 1991 жылы 16 желтоқсанда өз егемендігін әлемге жариялады. Алпауыт мемлекеттер Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады. Қазір Қазақстан барлық салада дамып келеді. Көк байрақты бейбіт елімнің мәртебесі күн сайын биіктеп асқақтап келеді. Қазіргі кезде ел ортамызда әлемдік деңгейдегі кездесулер, жиындар, саммиттер, форумдар өтіп жатыр. Мұның бәрін бүкіл әлем көріп тыңдап отыр. Біздер жас ұрпақ болашақта Қазақстанның еңсесі биік, татулығы жарасқан ел болуына, оның жылдан жылға гүлденіп көрке беруіне өз үлесімізді қосамыз. Сұраққа жауап бер. Сұрақтар. Қазақстанның болашағы бүгінгі қандай ұрпақ? Қазақстан нешінші жылы 16 желтоқсанда өз егемендігін әлемге жариялады? Қазір Қазақстан барлық салада не істеп келеді? Қандай мемлекеттер Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады? Қазіргі кезде ел ордамызда әлемдік деңгейдегі нелер өтіп жатыр?